Бүгінгі сабаққа барлық сәттілік тілеймін. Жақсы көңіл жақсы көңіл Bir sabah işe kalaraktaydım. Bарлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Барлық сыныптастарыма сәттілік тілеп жақсы көңіл жақсы Сабақ жақсы. Бүгінгі сабақта бәріне керемет көңіл күйдеймін. Бүгін барлығы белсенді. яғни бәріміздің көңіл күйіміз тамаша, иә? Ондай болса, әрқайсымыз алдымызға өзіміздің қаламсаптарымызды қояйық. Таңертең қояйық қаламсаптарымызды. Қаламсап арқылы мен қазір 3 топқа бөлемін. Қаламсаптарымызды. 3 топтың қаламсабын алып, араластырып тұрмыз. Яғни өздеріміздің қаламсабымызды тану арқылы қаламсаптарымызды тану арқылы топқа бөлінеміз. Топқа бөлінсе, орналасып бірінші топ ұжымдастыру тобы, екінші топ нөмір тобы, үшінші топ зиялылар тобы. Яғни топ басшыларын сайлаймыз, топ басшыларын ортада. Яғни бағалау парақшасына топ басшысы бүгінгі сабақта бірінші, екінші тапсырмаларды орындайды. Мына жерде бағалау балдары берілді. Бағалау балдары берілді. Осы балда бірінші тапсырманы 2 балл, екінші тапсырма 3 балл, үшінші тапсырма 3 балл, төртінші тапсырма 2 балл. Бойынша шатасып кетпей бағалаймыз, иә? Яғни үй тапсырмасын бір айналым әдісі арқылы сабақты бастаймыз. Бір айналым әдісі. Дискриптор, яғни бұнда оқушылар өткен тақырыпта біз ұжымдастыру, ауыл шаруашылығын ұжымдастыру. Біз бұны 4 сағатқа берілген, бүгінгі сабағымыз 3-ші сабақ. Сондықтан өткен тақырыпқа ал ұжымдастырудың стайлдік нұсқасы қандай болды? Кестеге дұрыс нұсқаларды орналастырамыз. Ұяшықтар. Келесі. Ұжымдастыру. Келегерді. Орналастырамыз. Ұяшық баланы орналастырамыз. Мына жерде қайсысы? Берілген сұрақтар тұр, иә? Жауаптар. 1992 жылы 5 сабақ туралы заң қабылданды. Яғни ол қай жерге? Ұжымдастыру. Келесі. Директорға жүздей шаруашылық тәртіпке ұшырады. Ол ет дайындап және ұжымдастыру салды. Келесі. Ерасыл. Келесі шығамыз. Жақат. Шайы. Қай жерге? Ұжымдастыру. Рахат. Ұжымдастыру. Материалдық және техникалық ұйымдастыру істері шешілді. Қай жерге? Ұжымдастыру. Так, келесі жылдамдатамыз. Ұжымдастыру. Кішкенелді айлық көшпелі өмір сүріп жатты дейді, 28 жылы. Ет және ұжымдастыру салдарында. Келесі? Келесі? Жылдамдатамыз.
әлеуметтік ұжымдастыру саясаттық нұсқасы, Сталиннің нұсқасы. және орта шаруалар астықты төлем бағасы жобасы. Үкімет органдарының мұндай ойластыруға халық ашылып ұшырайды. Оны айтпаймыз, бұны ақыл енді қоя бер. Мен дайындық және ұжымдастыру қанып тексеріп көрейік. Жақсы, яғни бүгін барлығымыз дұрыс сұрақ жауапқа берді, дұрыс жауап берді. Топ басшылары кім жауап берді, сол бойынша бағалау парақшасына балдарын қойып отырады. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты күштеп ұжымдастыру саясатының ауыл шаруашылығына тигізген зардастарын талдау, яғни 8.1 демографиялық өзгерістердің себептері мен салдарын анықтау. Бағалау критерийі ашаршылықтың себептерін, ұжымдастыру саясатының зардақтарын анықтайды және демографиялық өзгерістердің себептері мен салдарын талдайды. Үшінші сабақ болғандықтан біз бүгінгі ауыл шаруашылығын ұжымдастыруды өттік, бірінші, екінші сабақта. Мына жерде бейнеленген монументтер. Нені көріп тұрмыз? Бұл монумент жерде орналасқан. Одан. Бұл себепте 1931 жылдарда болған ашаршылықты ұлы нәубетті бейнелепті. Және бұл жерде өзінің анасы құшақтай алмай тұрған өте әлсіз баланы және оның анасын көруге болады. Тағы кім айтады? 1931 және 1933 жылдары ұлы нәубет көруге болады. Ұлы нәубет болды, барлығымыз бірінші, екінші сабақта біз өттік. Яғни бұл қай саябақта орналасқан? Алматы қаласында, қандай оқиға мен жаңағы байланысты орнатылған деп ойлайсыз, айтып өттік, бұл мүсін неге осындай кейіпте бейнеленген? Яғни бұл жерде ананың қолындағы баланың аштықтан кетіп бара жатқан, ана өзі қимай баланы қолына ұстап тұр, бұл жерде. Бұл жерде көріп тұрмыз баланың қандай әлсіз күйде өліп бара жатқан көріп тұр. Бұл жерде ананың қарасаңдар қиылып баласын құшақтап өлімге қимайды. Қарап тұрсыз. Сол кезде өліммен арпалысу болды. Яғни зерттеу сұрағымыз неліктен ұжымдастыру саясаты? Ұлы нәубеттен әкеліп соқтырды бүгінгі сабағымызда. Келесі. Жаңа білімге тоқталатын болсақ, бейнефильмге назар аударайық. Дауысын шығарып жіберейік. Яғни бейнефильмде қай жылдары бар?
Ұлы нәубетке алып келген зардаптарын айған жүргізілген. Солақай саясат жүргізілді ғой, иә? Соның салдарынан. Яғни бұл жерде конфискілеу кезіндегі байлардың барлық мүліктерін теңестіреміз дейді, кедейлер мен байларды теңестіреміз деп, олардың қолдарындағы барлық байлықтарды тәрбие алып келді. Республика başkanına mescidi hatta birikip жатты. 1938 жылы бесеудің хаты жарияланды. Ғабит Мүсірепов, Мансұр Ғатауллин, Мұташ Дәулетқалиев, Емберген Алтынбеков, Қадыр Қуанышев, өлкенің басшысы Голощекинге халықтың аштан бар ашты шындықтың барлығы 33 бет жасап өткізген. Ашыққан босқын қазақтар арасында адамның етімен тамақтану жиі кездесіп жатыр. Мұндай құрбандыққа көбінесе балалар тап болды. Тоғмақ қаласында босқын қазақтар тамақтанатын пункттің маңынан ішек қарны алып тасталған 5 жасар қыздың бас миіндегі табылған. Тергеу барысында қыздың етін қазанға қайнатып жейіндеп жатқан үшеуге ұсталған. Осындай жағдайлардың орын алуы көбею үстінде деп жазады. Қазақ халқының басына қандай орасан зор қайғы келді. Яғни олар өздерінің осы аштықтан, азық таппағандықтан, олар өздерінің бауырларын, яғни балаларын осылай жеуге дейін алып келген. Олай болса, бізде архивтен алынған жаңағы құжаттар бар. Сол құжаттар арқылы 3 топқа 3 тапсырма беремін. Құжаттар пакет. Бірінші топқа. Яғни бұның ішінде архивтен алынған материалдар бар. Сол дерек көздерін ала отырып, яғни бірінші топ ұжымдастыру қалай жүргізіліп, ұжымдастыру саясатының мәні, кезеңдері, жүргізілу барысын сипаттаймыз. Екінші топ нәубет жылдарында демографияға қаншалықты әсер болды, демографиялық әсер талдаймыз. Және үшінші топ бесеудің хаты. Яғни біз жаңа бейнефильмде көріп өттік, бесеудің хатындай қазақ зиялылары Сталинге қандай шындықтарды жазды.
Назар аудармайық, оқушылар қан тапсырмамызды орындаймыз. Тездетеміз. Қай топ дайын? Отырамыз. жылы 15-ші сезімде ұжымдастыруды қолға алады. Және де 1933 жылы ұжымдастыруды аяқтау көзделеді. 1931 жылы 1933 жылы қазақ ауылында ауыр зорлаған аштық кезінде ауыр зорлаған келді. Ауыр зорлаған. 1928 жылы ұлы ауыл шаруашылығын жаппай ұжымдастыру айналарында 1929 жылы Сталин ұлы жылдары деп жариялады, ыңғайлығы өздеріңе жазасыңдар ғой. 1928 жылы Сталин өзінің ұлы Бекбұрыс жылы мақаласын жариялады. Және де 1929 жылы, яғни шынымен де ұлы Бекбұрыс жылы болды. Бірақ ол кезде шаруаның жеке меншік шаруашылығын күйретіп, кеңестік ұжымшарға айналдырды. Яғни кеңестік ұжымшарларды құру болды, көздері. Қарапайым халыққа мемлекеттің мал өсіруді талап етеді, малдарды талап етеді, ет сұратады, соның барлығын мемлекетке өткізуде бұйрық береді. Және де 193 мың малы бар аудандарға 297 мың мал өткізесіңдер деп талап етіп бұйрық береді. Көрсетіп отыр деп? Неге сирек мал сұрайды. Және де тұтасымызды шығарамыз. олар Қазақстанда 370 рет шаруалардың бас көтеруі болды. 370 рет шаруалар бас көтерді. Яғни ол талапқа сай келмеді ғой, олардың қолдарындағы мал мүлкінің барлығы. Бірақ үлкен 1929 жылы 56.498 шаруа жауапқа тартылады. Және де олардың 34 мыңы сотталады. 1991 жылы 505 жылғы жер аударады. 9805 адамның ісін зерттеп қарастырады. 13.151 адамға ұшырады, оларды лагерлерге қамайды. 1316 адамды лагерлерге қамады. Яғни осыған қарсы шыққан шаруаларда не істеді? Ату жазасына да тартып отырды. Қазақстандағы күшпен ұжымдастыру 20-шы ғасырдың 20-30 жылдары басталды. Яғни 1929-1930 жылдары ауыл шаруашылықтарын ұжымдастыру, яғни ет, жүн және астықты ұжымдастыру ұжым шаралар басталды. Бірақ оған келіспеді, себебі мемлекет халықтан мал, ет талап етіп отырды. Және 1927 жылы 430 миллион бөт астық жиналған, ал 1928 жылы 300 миллион бөт астық жиналған. Және 1929 жылы бірінші Созақ ауданында көтеріліс болды. Ол Созақ ауданында 500-дан астам көтерілісшілер болды. Ол көтерілісшілер 400-ден астам қамауға апарды, ал 100-ден астамын ату жазасына кесілді. Және 1929 жылы
Батпаққара ауданында көтеріліс болды. Ол көтерілісте 500-дей адам болды. Оның 188-ін ату жазасына кесіп, қалғандарын лагерлерге қамауға жіберді. Және қазақтар көшпелі халық болғандықтан көшпелі дәстүрді әлі де ұстанып жүрді. Қазақтардың үштен 2 бөлімі, яғни 700 мыңнан астамы әлі де көшпелі халықпен көшпелі дәстүрмен айналысып жүргендіктен ол ұжым шараларға оны жүргізу мүмкін емес еді. Сондықтан ұжым шараның негізгі ерекшеліктерінің бірі ол көшпелі дәстүрді жою болды. Көшпелі дәстүрден отырықшы халыққа айналдырды, яғни көшпелі мал шаруашылықтан егіншілік шаруашылық немесе ауыл шаруашылықтарын ауыстырып отырды. Бірақ халық отырықшы халыққа айналдырғаннан кейін олардың мүмкіндіктерін жасады, яғни тұрғын үйлерді алып, жерлерді бөліп беріп, оларды киіз үйлермен қатар етіп, ауыл шаруашылығына совхоздар жасау болды, иә? Егіншілікте құрал-жабдықтарды толық бермеді және жерлерін бөліп бермей, трактор, машина, шаруа базаларын ашпады. Сондықтан осыларды жасамағаннан кейін халықта аштық қырылы болды. Және 1929 жылы 117,7 үлкен жеке шаруа қожалықтар ашылған және қазақ халқының 1929-31 жылдары қазақта 2 миллион 100 мың адам 2 миллион 100 мың адам қырылған. Қосатыныңыз бар ма? 1930 жылы 30 қаңтарда жаппай ұжымдастыру іс-шаралар кулактардың жою жөніндегі іс-шаралар өткізілді. Ол бойынша барлық кулактар санаттарға бөлінді. Бірінші санатқа шамамен 5-6 мыңдай адам енгізіледі. Олардың жазасы лагерлерге қамау немесе ату жазасын қолданады. Екінші санатқа шамамен 10-15 мыңдай адам енгізілді. Оларды жер аударғысы жер аударып отырды, иә? Неше таңызда? Отыра қойды. Келесі топ. Бұл жерде 1929 жылдарындағы адам шығыны 2 миллионға жуық болды, ал олардың өзге ұлт өкілдерінен 435 мың болды. Ал мал санына келсек, мал саны 1929 жылы 40,5 миллион болды, ал 1934 жылы суда қалғаны 4,5 миллион ғана мал ғана қалған болады. Және де 1 миллионнан астам адам республикадан тыс жерлерге көшірілді. Аштықтан және індеттен 40%-ға жуық адамдар қырылды. Қандай індеттер жүрді сол кезде? Індеттің шығу себебі не болды? Ит мышы, тышқан деген кезде. Ит шалдар деді, азық таппағаншылар. Сарышнақтар деді. Осыларды жұқпалы аурулар тарамай ма, иә? Сондықтан үлкен осы аурулардың жалғасының себептері болды, иә? 1900 шаруалар көтерілісі және басталды. 1930 жылы 7 ақпанда Созақ ауданында орын алды. Оны басқарған Сұлтанбек Шолақов басқарды. Одан 600-ге жуық адам құралған көтерілістен 200-дей адам тұтқындалып, 400-ге жуық адам қаза болды. Және 1930 жылдары Қаратал ауданында орын алды. Ал 1931 жылы ашаршылық кезеңдерінде Маңғышлақта болды көтерілістер болды. Яғни бұл 1937 жылдары. Қазақтар ұлы нәубеттен қашып, шетел мемлекеттерге шықты. Бастау болды. Және де ол қалалар Түркменстан, Иран, Қытай, Монғолия елдеріне бас сауға алады. Соларды жаңа Және де лагерлердің ашылған қалалары Қарағанды, Қостанай қалаларында лагерлер ашылды. өзіміздің тақырыбымызда диаграмма істеген болатынбыз, ол адам шығынына диаграмма істеген. Адам шығыны 1930 жылы ашаршылықтың алдында 317.400 адамға кеміп кеткен болатын. Ал 1931 жылы 758.900 адам кемсе, 1932 жылы ең үлкен адам саны 769.200 адам кемеді. Ал 1933 жылы 690.200 адам кемеді. Яғни барлығын қосқанда 2.035.520 адам болды. 35.520 адам болды. Бізде
кітапта берілгенде 2 миллион 100 адам дейді. Иә, онан 2 миллион архивтер арқылы, құжаттар арқылы біліп отырмыз, иә? және онан 2 миллион 100-і қазақ болса, қалған 500 мыңға дейін өзге ұлт өкілдері. Өте тамаша отырамыз. Жарайсыздар. Топташылары бағаланды. Бізге берілген тақырып бесеудің хаты. Хаттың жазудағы мақсаты қолдан жасалған ақша шығынды тоқтату. Хатты Ғабдәулет Мүсірепов, Алтынбеков, Дәулетқалиев, Қауышбаев жазған. 40 миллион басылмады, 1932 жылы 5 миллион басылмады. Хатта ұлы нәубеттің пайда болуы, адамдардың ашаршылықтан, қарылып жатқаны, аштықтан, ит, мысықты жеш індеттің пайда болуы. Яғни олардың ашаршылық кезеңінен ит, мысықтарды жеу арқылы олардың арасында үлкен індет пайда болды. Ол үлкен індет адамдардың ашаршылықпен қоса жүріп, адамдардың қырылуына үлкен әсер тигізген. Адамдардың аштықтан өз баласын жеп, туыстарын жей бастады. Адамдардың аштық кесірінен өз балаларын жеп, туысқандарын жеу арқылы адамдардың саны кеміп отырды. 1932 жылы Ол адамдардың саны кеміп, яғни олар сол індеттен қайтыс болып отырды. Олардың яғын тамағы болмағандықтан соны жеп отырды. Қатыспаймыз, одан емес соны кеміп отырған. Яғни азық-түліктің тапшы болғандықтарына, малдың барлығын кәдескелеп, мемлекет өзіне алып отырды, ұжымдастырамыз деп. Ары қарай. 1932 жылы Сталин хатты келіп түскен болды. Ол хатта қолда жасалған азаттық және де ашаршылық. Ол хатта қазақ зиялылары жазылды. Ол қазақ зиялылары қиындыққа ұшырап, және де олар лагерьге жұмысқа жіберілді. Лагерлерге жіберілді. 1937 жылы Махмұт Нұрбек персиялықтың ату жазуына кезінде. Осы хаттан кейін біз қазақ зиялылары қуғын-сүргінге ұшырды. Соның ішіндегі Мансұр Ғатауллин белгісіз себеппен ату жазасына кесілген болатын. Яғни бұл бесеудің хатын жазу мақсаты адамдардың арасындағы аштықтың пайда болуы, індеттердің қатар жүруі. 1313 мың астықтың 415 мың астықтың игерілмей қалуы, адамдардың қазына мүлікке 80% ерте өткізуі талап етілген. Және де байлар өздерінің терлеп тапқан малдарын өткізбеу барысында шетелдерге қашып отырған. Және осы кездерде астықтардың дұрыс игерілмеуі және де өткізілген 80% еттің сасып кеткендігі. Және де өкімет астықпенен еттерді онша игере алмады. Және соның кесірінен аштық пайда болды. Яғни сулақпай саясаттың салдары болды. Барлығын кәдескелеп өкімет өзіне алып, оның малдардың өзін біз өткен сабақта өттіге бір жерге жинағандықтан малдарға азық-түлік тапшы болды. Яғни осының барлығын жинай отырып, қазақ зиялылары қырылып жатқан малды көріп ашынға қазақ зиялылары билік басына хат жаза бастады. Ол жерде барлық ашын сыныптың барлығын көрсетіп жатыр. Өте тамаша отырмыз. Келесі бірінші топқа жылдар мына жерде келіп, ұяшықтарды таңдап дұрыс жауап береміз. Екінші топқа кардамен жұмыс, жаңа біз диаграммаларын көрсетті, қай елдерге көшіп кеткендігі туралы соған кардаға түсіріп көрсетеміз. Фломастермен белгілесеңіздер. Үшінші топқа біз өтіп жатырмыз терминдер, яғни терминдердің анықтамасын береміз. Мына жерде екеу берейін, ауызша айтам десең. Балаларға беріп жүр, көрсін қандай термин. Келді, бірінші топ. Орындаймыз. Отырықшы өмір салтына көшіру жөнінде нұсқау берілді. Қай жылы берілді? Біреуіміз ғана айтамыз. Бағалаймыз қаны. 31 жылы. Келесі. Оқимыз кім айтады? Қай жылы? 33 жылы бағалаймыз. 33 жылы белгілейміз.
жылдары. Дұрыс жауабын тексереміз. Бұл дұрыс жауап. Яғни барлығы дұрыс. Болды па? Белгілесеңдерді болып жаққа келіп көрсете берді. Болды қанке. Жазбайсың, мына жерде картадан да көрсете беріңіз. Картадан. Яғни менің саяси картаны беріп отырған себебім, мына жерде дұрыс таптық па, табалдық па? Яғни Қазақстан, Қытай, Монғолия, Ауғанстан, Иран, Түркия, Тәжікстан жерлеріне бастауға қазақ еткен. Бұл Қазақстандағы ашаршылыққа шыдамаған қазақ халқы басқа ұлт өкілдеріне, яғни Иран, Ауғанстан, Монғолия елдеріне бас сауғалап кетеді. Мына жерде өзіміздің картадан көрсете қойыңызшы, Түркия дүниежүзілік картада. Дүниежүзілік картасында Түркия, Иран осы жерде орналасқан, Ауғанстан осы Индиямен шекаралас мемлекет, және Тәжікстан. Тәжікстанға бас сауғалаған. Және ұлы Қытай, Қытайға. және Монғолия. Монғолия хан. Астана сол. Отырыңдар, тамаша. Және шет мемлекеттерге 1.700.000. Бас. Келесі топ, келесі. Ауызша айта берді. Ауызша айта берді. Айта берді. Осы жерде тұрып айтқандар да болады. Геноцид дегеніміз. Геноцид деген жекелеген топтардың нәсілдік, ұлттық немесе діни сипаттары бойынша жою. Ұжымшар дегеніміз жеке шаруаларды бір жерге жинақтау. Децентрализация дегеніміз отырықшыландыру, яғни халықты Децентрализация дегеніміз не істеді? Халықты бір жерге жинау. Яғни саясаттың өзі солай болды, иә? Ұжымдастыру деген шаруа қожалықтарын ұжымшарларға біріктіру үдерісі болды. Кооперациялау бәріміз өзіміз айта береміз онда да? Кулактар дегеніміз жалдамалы жұмысшылар жалдайтын байлар. Байлар, иә. Тақым. Ержігіт, айтшы. Біреуін айтшы. Тәркілеу дегеніміз не? Тәркілеу дегеніміз біз? Иә, мүлікті қазына қосу. Байлардың қолындағы малдарының барлығын тәркілеп алынған жоқ. Жариялады ғой, мүлікті тәркілеу. Иә? Ол қай жылдары жарияланды? Мүлікті тәркілеу. 1920 өте тамаша отырамыз. Келесі. Жылдан егінеміз. Дұрыс жауабын, мен сұрақтарын оқып отырамын, дұрыс жауабын білетін болса, қол көтереміз да жауап бере береміз. Яғни, бол сервисі арқылы жетті сұраймын. Бірінші ұяшымды таңдаймын. Бірінші ұяшыда қай жылдары 755 мың адам қаза болды? Фото. 1922-30 жылдар. Дұрыс болса, аламызда тұспашылары белгілеп отырамыз. Дұрыс. Келесі. Үшінші ұяшықты таңдаймын. 1900. 300 миллион пұл алынды. Өте тамаша. 300 миллион пұл алынды. Бесінші ұяшық.
мамандандырылған ұжымдастыру науқаны жүргізілген жылдар қай жылдар жылдан яғни 3 жылдың ішінде жүргізілді, 3 күнде жүргізіліп отырды, иә? Арай. 30-шы жылы 29-шы. Екінші яш. Ұжымдастыруға қарсы шыққан ұлт зиялылар кімдер болды? Ұлт зиялылар. Ұлт зиялылар. Дұрыс, өте тамаша. 4-ші яш. Голощекин қайында Қазақ өлкелік партиялық комитетінің бірінші хатшы қызметін атқарды. Аяна. 1925 жылдан 1940 жылдар аралығында. Иә, 1925 пен 33-ші жылға дейін атқарып отыр, иә? Келесі 6-шы яшы. Қазақстанда ұжымдастыру қазақтардың орасан зор адами трагедиясына айналған жазылған ағылшын тарихшысы. Толғанай. Роберт Каннингс. Өте тамаша. 7-ші яшы. Топ басшылары кім сұраққа жауап беріп отыр? Бал қойып отырамыз. Яғни қазақ зиялылары қай жылдар кезеңінде Сталиндік қуғын-сүргінге зардап шекті. Қуғын-сүргінге зардап шекті. Қазақ зиялылары қай жылдары? 1937 және 38 жылдары. 8-ші яш. 1937 жыл Қазақстанда неше мың адам сотталды? 13.700-ге дейін жуық адам сотталды. Өте тамаша. 9-шы яш. 5 мансап туралы заң қай жыл қабылданды? 10-шы яш. 27-ші жыл қандай қаулы қабылданды? Иә, өте тамаша. 11. Седентаризация термин. Жаңа ғана айтып тұрсыз, седентаризация термині. Қандай анықтама береді? Седентаризация толғанайшы. Отырықшыландыру. Отырықшыландыру, иә, өте тамаша. 12. Бесеудің хатын кімдер жазды? Бесеудің хатын кімдер жазды? Тағы толғанай болды. Хатты Ғабдәулет Мүсіреп, Алтынбеков, Дәулетқали Қуанышбаев жазды. Өте тамаша. 13. 31-38 жылдардағы малшылар мемлекет. 14. Қай жылдар 2 миллионнан 100 мың қазақ. Өте тамаша. Қостанай округі Бетпаққара ауданында көтеріліс ұстанды. Қай жылдары? Біреуіміз ғана қол көтеріп, Павлодарда біреуіміз ғана. Ержігіт айта өтші. Өте тамаша. Топ басшылар белгілеп отырамыз. 2 балл қоямыз. Біріншісінде 2 балл, 3 балл, 3 балл, 2 балл. Тапсырмаларда. Кері байланыс. Әрқайсыларымызда соткілеріміз бар ғой. Инстаграм менің парақшама тіркеліп. Бүгінгі сабақта түсінгендері түсіндім. Яғни қиындықтар кездесті ме? Қиындықтар кездесті. Түсінбедім деп менің парақшама хат жолданды. Үйге тапсырма Қазақстандағы ұжымдастыру, яғни ұлы нәубет жылдары қалай? Біз 3-ші сабақ өтіп отқаннан кейін бізге бұл сабақ 4 сағатқа берілген, яғни осы сабақты қайтадан үйге аламыз. Реферат дайындап келеміз осы тақырып бойынша ұлы нәубет жылдарына. 31-33 жылдардағы ашаршылық, яғни Қазақстанда ауыл шаруашылығын ұжымдастырудың демографиялық салдарына реферат дайындаймыз. Топ басшылар, бағалау сұрақтары маған өткізіңдер, балын шығарттар ма? Тез-тез. Қорытындыларыңызды тез-тез маған береміз, топ басшылар. Топ басшылары қорытынды бағаны, қорытынды балды қоямыз да маған өткіземіз.
Ерасыл 8 балл, Оқышыға Ақбота 10 балл, Жердешбай Шыңғыс 5 балл, Темірлан Толғанай 10 балл, Совет Бегасыл 6 балл, Ерлан Құзылдана 10 балл, Кеңесбек Ерсұлтан 9 балл, Мұтәліп Арайым 10 балл, Айнақлова Динара 9 балл, Үстен Ержігіт 8 балл, Аханұлы Рахат 9 балл, Жазғы Ерасыл 9 балл,